Sizin de tuz yok mu? Kişkende kızı oturgan ardında. İşi tağına sizin kızı var mı? Odağanğa mı? Başı şoşup gitmiş. Mana al turgunlar bugün tağa var ya. Muhit ağa lok kirip oturuyor. Армысың қазақ елі. Ар мен заң өзінің кезекті хабарын бастайды. Мен Мұхаммед-Әлі Асқарұлы, ар мен заңның зерттеушісі. Қылмыстық істі тергеу тексеру барысында заңды білмейтін ауылдың қарапайым адамдарының жәбірленушілерінің қандай қиындықтарға тап болғанын өздері өз сөзімен айтып берсін. Алдымен өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен осы ауылдың тұрғыны Базарбеков Мұхит. 963 жылғымын. Қай жерде тұрады бұл ауыл? Қай аудан? Талғар ауданы, Тереңқара ауылы. 2022 18 август кешкі сағат 6 мен 7-нің арасында мен үйге қайтып келе жатып, 8-гүл повороттан мәшіне соғып, содан мен білмеймін есімді. Ішінде бала шаға жолдасым болған. Есімді больницада жинадым. Милициялар да больницаға келіп түсінік алған жоқ бізден. Ай көлемінде жаттық. Оқиға қай уақытта болды? Сіз қай күні болды ол? 2022 18 август. Сіз қай жолмен келе жаттыңыз? Мен главный трассамен келе жаттым үйге қарай. Жоқ, сіз қай жолмен қалай қарай келе жаттыңыз? Талғар жақтан келе жаттыңыз ба, қай жақтан келе жаттыңыз? Мен Байсеркеден бері келе жатқан мынау главный трассамен төмен қарай үйге қарай. Иә. Ал 8-гөлден шыққан машина ояқта үстіп болған біз главныйда. Сол машина келіп мені соғып отыр. Сонда сіздің машинаңыз, сіз қандай машинамен келе жаттыңыз? Мерседес-Бенц 190. Енді машина ішінде жаңа жүргізуші рөлде өзіңіз болдыңыз ба? Рөлде өзім болдым. Машина ішінде тағы кім бар еді? Қасымда үлкен қызым бар, жолдасым, қарындасым, 3 племяннигім бар. Өзім қызым бар, кішкентай. Сол ішінде 5-6 адам болып, осы бала шаға қосқанда 5 баламен. Сонда жаңағы жол айрығына, поворотқа жақында берген кезде, кішкентай жолдан, қоспалы жолдан жаңа машина шығып соқты ма сізде? Қалай болды? Ол енді қатты скоростьпен келіп, мен былай алыстан көргем, қалай келіп соқты, өзім байқамадым. Қатты келді. Қай жерге, машинаның қай жеріне соғылды сізге? Машинаның тура тұмсығынан кіріп отыр ол. Маневр жасаған ғой, ол поворотқа даже емес, мен жақ поворотпен болып көріп отқан машина. Ал сіз сол жерде қандай жарақат алдыңыз? Мен әйтеуір бетімді сыртып атқан көргем, оның кейін есім алып қалып, білмеймін, есімді больницада жинадым. Енді вообще больницадан жинаған кезде сол больницадан кейіннен қандай жарақаттар алдыңыз сонда? Жарақат болғанда басым жарылғанға чекедім. Сол жақтан 6 қабырға сынды деді. 6 қабырға? Иә. 3 май жарылып кеткенде ішкеден операция жасаған ғой ма? Мына аяқ екі жерден сынған оң жақ жамбасы. Қазір толық жазылдыңыз ба, толық неғылдыңыз ба? Әлі болмайды, басамайсың аяқты. Енді қазір не болды ма сізге жаңағы? Инвалидный берді ма сізге? Инвалидный алдым, екінші группа. Инвалид, жұмысқа жарамайсыз? Жұмысқа жарамаймыз. Неше балаңыз бар? 5 балам бар. Олар кәмелетке толмаған балалар ма? Кәмелетке толған екеуі. Қалған үшеуі кәмелетке толған? Қалған үшеуі кәмелетке толмағандар. Енді машинадан тағы жарақат алғандар болды ма? Ол неден? Жол оқиғасынан? Оның мен кейін есім жинағанда жүр. Кестім, сол племяннигім бастан жарақат алып, әйелім мұрны сынған, аяғы. Қызымның қолы саусағы сынып кеткенде лавойын былай істелді терезе. Қалғандар енді кішігірім жарақат артында болып, синял құрып шекелері жарақ. Кім сізді соққан? Қандай машина соқты сізді? Сол кезде мен білмеймін, ол қандай екен, кейін айтыр. Кейін білдіңіз бе? Кейін білдік, суреттерін жеп телефоннан. Mitsubishi Lancer. Oşun bala jas bala
кейін естідім мына сотқа бар дегенде 2002 жылы екен. Енді тергеу жайында айтыңызшы, сізге тергеу жүргізілді ма, сараптама болды ма? Мысалы баншыға жеткенде біреу келіп менен бірдеңке түсінік алған жоқ ол. Кейін әйтеуір Ханокқа тұрғанда баншыға комиссияның өтуге барғанда бардық адвокатпен бірге, олардың өзіне барып сол кезде де арыз жаздық. Неге кеңесінде неге бізден түсінік алмайсыңдар деген. Сондай болды мен. Бірақ несіз бұның бәрін жауып тастап, мені кінәлі жасамақ болды олар. Сонда кім кінәлі ол? Сіз кінәлісіз ба? Мен кінәлі емес қой, кінәлі адам сол. Сояқтың бәрін жаулап алған. Ақшасын беріп сөйтіп менің алдымды жауып, мені кінәлі жасамақ болған олар. Негізі. Бірақ оған болмады, бірінші адвокатын түкке істеген жоқ. Кейін тағы бір жалданып, сол қыз қазір бәрін көтеріп баратын жерге барып. Енді қандай сосын соны енді тергеу неше уақыт жүрді сонда? Сонда почти бұл 2 жылдан астам болды. Тергеу орындары жаңа тергеуші, тергеудің бастығы сізбен жолығып сөйлесіп, жаңа тергеуді анықтады ма? Ондай сөз әңгіме болған жоқ, анықталған жоқ ондай. Сіз енді арыз жаздыңыз ба? Адвокаттар жазды ма? Жолдасын есіңіз барып жазды ғой прокуратураға. Мен ол кезде жаттым. 9 ай төсек тәртіп еттім. 9 ай бойы ешқандай тергеу жүрген жоқ. 9 ай осы жүрген жоқ ешқандай іс. Әйелім бana барып арыз жазып жүрді. Енді жаңағы машинада болған, автокөліктің ішінде болған 7 адамның жарақат алғандарын айттыңыз енді. Оларға сараптама жүріп, олар жәбірленуші деп танылды ма? Ондай ішінде болған жоқ. Олар менің өзімдерімді алыпты. Оларға ондай не болған жоқ. Сізге енді моральдық, материалдық шығындар келген шығар енді? Ол жоқ, қазір кешірім сұрағаны да жоқ қой олар. Прокуратура кәдімгі бір жұмыстар істеді ме? Прокуратура соған қатысты жаңағы сіз тергеу жұмыстары туралы оған арыз жаздыңыз ба? Енді арыз жаздым, бірақ прокуратура бір жұмыс істеді дегеннен жоқ. Наоборот, сол істі жапқысы келді олар. Бірінен бірі тартып. Тергеудің бастығына бардыңыз ба? Тергеудің бастығына барғым жоқ. Бір рет ғана сол следователге бардым. Аудандық полиция бөлімінің бастықтарына арыз жаздыңыз ба? Ой, былай немен жаздық талайына. Бірақ бәрі көмек көрсеткен жоқ біреуінде. Неше рет жаздыңыз арыз? Енді ай сайын жазған шығармын, біз 2 айда. 2 жыл бойы ай сайын жаздыңыз ба? Иә. Бірақ сонда да ешқандай шара қолданбады. Иә. Алматы облыстық неге жаздық, олар да көмек ештеңе берген жоқ. Облыстық неге жаздыңыз? Облыстық мынау милиция бірдеңке департаменті дегенге жазғыздық қой. Осындай деп. Бірақ көмек болған жоқ. Көмек болған жоқ олар. Жол оқиға болғаннан кейін больницада неше жаттыңыз? Больницада, реанимацияда 7 күн жаттым. Оның Талғардың больницасында бір апта жатып, кейін Областныйға ауыстырды. Аяққа операция жасағанға. Талғардың больницасында операция жасамай деген. Областный больницаның өзінде 10-12 күндей жаттым ғой операциядан кейін. Одан үйге шығып 8-9 ай жаттым. Иә. Енді тергеу амалдары неге жүрмеді деп ойлайсыз? Осыған дейін. Енді бірінші адвокатты жөнді қозғалған жоқ сол. Себептен көп не қылмай, нең бәрін жауып делоның бәрін. Кейін осы сіздер не қылғаннан кейін барып іс қозғалды ғой, алдыға жүріп, ай сайын арыз жазып жүрдік, анау мынау деп, жиі роботтан шықпады. Сіздердің арқаларыңыз енді келді осы неге. Оны кінәлі таныды. Қазіргі кезде сотқа дейінгі жаңағы тергеу тексеру кезінде сізбенен тергеуші неше рет жолықты? Жолықты ма? Жоқ, менімен тергеуші жолыққан жоқ. Мен больницаға комиссияны өтуге апарғанда сол кезде өзім кірдім мен бірінші. Бұлай сізді келіп сізбен сұрақ алған жоқ? Жоқ, ешкім. Оқиғаның мән-жайын анықтаған жоқ? Анықтаған жоқ. Содан бері 2 жылдан асты уақыт. Мен соққан адам алдыма келіп кешірім де сұраған жоқ. Үйге кіріп шығу бар пайдам сол. Жалғыз әйелдің бетіне қарадық. Осымыз қазір. Сізге енді моральдық, материалдық шығындар келген шығар енді? Ол жоқ, қазір алдыма келіп кешірім сұраған да жоқ қой олар. Осы 2 жыл, 3 жылдан бері.
Прокуратура кәдімгі бір жұмыстар істеді ме? Прокуратура соған қатысты жаңағы сіз тергеу жұмыстары туралы оған арыз жаздыңыз ба? Енді арыз жазып, бірақ прокуратура бір жұмыс істеді дегенмен жоқ. Наоборот, сол істі жапқысы келді олар. Бірінен бірі тартып. Тергеудің бастығына бардыңыз ба? Тергеудің бастығына барғым жоқ. Бір рет ғана сол следователге бардым. Аудандық полиция бөлімінің бастықтарына арыз жаздыңыз ба? Ой, былай немен жаздық талайына. Бірақ бәрі көмек көрсеткен жоқ біреуінде. Неше рет жаздыңыз арыз? Енді ай сайын жазған шығармыз, 2 айда. 2 жыл бойы ай сайын жаздыңыз ба? Иә. Бірақ сонда да ешқандай шара қолданбады. Иә. Алматы облыстық неге де жаздық, олар да көмек ештеңе берген жоқ. Облыстық неге жаздыңыз? Облыстық мынау милиция бірдеңке департаменті дегенге жазғыздық қой. Осындай деп. Бірақ көмек болған жоқ. Көмек болған жоқ олар. Ол өзінің несін алған жоқ. Біздің менің уақытым керек жоқ, ол қазір шалқып жүр. Сізге жаңағы материалдық, моральдық шығындарды келтірді ма? Орын толтырды ма? Жоқ, ондай әлі ештеңкесін көрген де жоқ, берген де жоқ. Өзіміздің жаңымызбен әйтеуір кредит алып көріп жатырмыз. Жұмыстан айырылдыңыз. Жұмыстан айырылып, жұмысқа жарамаймыз қазір. Балаларыңыз қалай бағып жатсыз енді қазір? Бір әйелдің бетіне қараймыз, арасында кредит аламыз. Сонымен бағып жатырмыз сөйтіп. Енді қаранамыз жеп отырмыз ғой енді. Ет жеп сотып жесек те. Ал енді өзіңізді таныстырып, оқиға қалай болды, сізден сұрай кетейік. Сізді жаңағы қалай болған алдын айтыңызшы, камераға қарап. Мен Сұлтан Раушан Қуанышқызы, Базарбеков Мұхиттың жолдасымын. Біз деген осы Тереңқара ауылында тұрамыз. Осы жерге үй салып 12 жылдан бері тұрып жатырмыз. Мына Төңкеріс Нұра жолында, трассасында, біздің негізгі трасса, основной республиканский трасса. Сол жолмен келе жатып, біз Сегізкөлдің қиылысынан тупик көше, ол 1 километрлік қысқа жол. Сол көшеден машина атқып шығып, бізді соғып, күйеуім содан қатты жарақат алды. Ішінде мен 5 кішкентай бала болды ішінде, 3 ересек адам болдық. Машина соғылғаннан кейін жолдасым есінен танып қалды. Жарты сағаттай скорый келмеді, ешқандай гаишниктер келмеді. Көршілер сол жақта тоқтаған машиналар скорый шақырып, көрші үйге апарып жуындырып, бәрін аузы мұрындарын сол жуындырып не қылғаннан кейін бірақ келді скорый. Скорый келіп, артында отырғандар қатты жарақат алмадық. Алдында отырған жолдасым қатты жарақат алды. Сосын ортасында отырған бала, қарындасының племяннигі, басы лобовойдан шығып, қайтадан кіріп ішіне құлаған. Алдыда отырған 15 жастағы қызым, кәмелетке толмаған, ол отырған, оның қолы сынған, саусағы, сосын аяғын ушыптары бар, бетінде тыртығы бар. Мұрным сынды, артында, водительдің артында отырған мұрным сынды. Сосын қолымда көгерген нелер болды, жарақаттар, аяғым қатты жарақат алды. Тағы артында отырған кішкентай бала құлап, ол да шекесін жарып алды, кішкентай міне жерінде бір шоқ тікті оған. Жаңағы алдыдан лобовойдан шығып кеткен баланың 3 жерінен басынан тікті. Қызымның тоже сол саусағы, аяғынан жарақат алды. Артында отырған қайын сіңлім отырды, кішкентай 1 жас 2 айлық баламен. Олар легкий ушиб алды. Больницаға барып тексерілгенде, бірақ бәрі жақсы деп айтыпты оларға. Ал бірақ ауруының бәрі кейін шықты. Аяғынан жүре алмай қалды, беліне зақым келген, іш құрылыстары қозғалған. Мен де күйеуім екеуміз больницаға түстік. Мен бірінші күйеуімді апарып. ДТП болған кезде 103-ке кім хабарласты? 103-ке сол жақтағылар хабарласты. Өздері білмеді ғой. Кім звондаған білмеймін, сол жақта машиналар тоқтап. Артыңызда машиналар жүріп. Артымызда бір машина келеді. Артымызда бір машина келе жатқан, артта келе жатқан машина тоқтап, сол 2 машинаның аккумуляторларын ажыратқан. Екеуі бір-біріне кіріп қалған, соның кішкене машинаны жылжытты да, жаңа нелерін ашып, капоттарын, нелерін ажыратып, жаңа бензин ағып, май ағып атқаннан кейін, жаңа аккумуляторларын ажыратты. Өрт болмасын деп. Сол бала куәгер болам деген негізі. Скорый келіп, мен жолдасымды жаңағы соққан баланы қызымен
машинада екеуі болған, олар дым болмаған, ешқандай жарақаттарын көрмедім мен. Қызды көрмедім енді, баланы точно көрдім, ол телефонмен сөйлесіп жүрген сол уақытта. Сосын машинаға келіп жүгіріп не болды, қалай көмек көрсетіп болды, ешқандай нерв ешқандай неған жоқ, ол келген жоқ, жолаған жоқ машинаға. Мен жаңа соққан бала аман ба, қайда екен, не болыпты деп бүйтіп жан-жағыма қарасам, ана бала деп көрсетті, жаңа қасымда тұрғандар, ана бала водитель деп қарап едім, аппақ футболкада телефонмен сөйлесіп жүрді, дым болмаған оған. Мұхитты больницаға алып кетті, Талғарға алып кетті. Ал бізді екі жаңа мамалары болғаннан кейін балалармен бірге Грецтің больницасына алып барды. Детский областныйға больницаға алып барып, сияқтан рентгенге түсірді, тігетін жаңа басы жарылған 3 жерінен басын тікті. Тағы біреуінің шекесі мына жері жарылған болды, оны тікті. Барлық балаларды рентгенге түсірді. Бәрі жақсы деп айтты, бірақ соң қайтап жіберді. Ал жаңағы 7 жастағы баланы басы 3 жерден айырылған, ол без сознания болды. Ес-түсін білмей жатты, оны больницаға жатқызды. Содан мен сол больницадан шығып, балалардың бәрін рентгеннен өткізіп, бәрі жақсы несін анықтап, справкаларын алып, содан өзім больницаға бардым, Талғардың больницасына барып, мен осындай жерде осындай жарақат алдым, міне осындай авариядан деп, сол жерден тексеруден өтіп, рентгенге түсіп, мұрным сынған, аяғым бәрі жарақаттардың бәрі жаңа справкасы бар. Содан бізді мен де больницаға жатқызды, травматологияға. Ол бір жеті жатты больницада, реанимацияда бір жеті болды. Ес-түсінен айырылып, ол қашан болса сұрасам, ауыр халде деп айтты. Барып жағдайын біліп тұрдым, астынан ауыр халде деді. Мен өзіме ешқандай да не қылмады, мұрныма операция жасалған жоқ, лор сұрап едім, лор жоқ бізде деді. Ешқандай тергеуші көрген жоқпыз, ешқандай милиция келген жоқ. Талғардың больницасында бір жеті жаттық, реанимацияда күйеуім жатты, ешқандай да милицияның түрін көрмедік. Бір түнде бір прокурор звондады, прокуратурадамын деп звондады, түнгі 1-де звондады. Мен прокуратурадан звондап тұрмын, сіз мән-жайды айтып бере аласыз ба деді. Сосын мен айттым, мен сізге кім екеніңізді білмеймін дедім. Тергеу алатын болсаңыз, келіп алыңыз дедім. Ештеңе айтпаймын сізге дедім да, өшіп тастадым соны телефон. Бірақ содан кейін ешкім келген жоқ, соққан адамдардан да келген жоқ ешкім. Сөйтіп 1-7 жаттық, 1-7-ден кейін күйеуімді палатаға ауыстырды. Басы тігілген, басы жарақат алған, сотрясение алған. Сосын ішін кескен, ішінде іш майы жыртылған, іш майының тамыры үзіліп кеткен, ішіне қан кеткеннен кейін жаңағы ішін тіккен, жаңағы ашып операция жасаған. Аяғына мынандай темір қойған, жаңағы сүйектері біріне бір айқас кеткен, сан сүйегі айқас кеткен, біріне бір жамбасы сынған. Соған түзеп темір салған, бірақ ондай жаңағы не деп айтады, жаңағы темір салады ғой аяққа сүйек түзейтін, сондай темір бізде жоқ, оны тек қана областныйда салады деп 1-7-ден кейін бізді қайта областныйға ауыстырды күйеуімді. Мен сол қасында болдым, қасында қарадым, 21 күн, общий 21 күн больницада жаттық, ешқандай милицияларды да көрмедік, ешкім келмеді да бізге. Сонымен үйге шығарды, үйде 9 ай төсек тартып жатты. Мен жұмысымнан да айырылдым, күйеуім қасында отырдым. Бала шағам бәрі авариядан шок алған, барлығы үйде, барлығы ауырып. Студент балаларым бар болды. Сөйтіп күйеуімді қарадым, көршілер көмектесті, туысқандарымыз көмектесті, біреулер продуктысын әкеп берді, біреулер көмір отынымызды алып берді. Рахмет барлығына, барлығы көмектесті. Бірақ ешқандай да жаңа милициялардан ештеңе хабар болмады. Больницада жатқанда бір неден алып кетейік, машинамызды алып шығарсақ бола ма стоянкадан деп сұраған кезде, келіңіздер деді, келіп қағазға қол қойыңыздар деді. Сосын мен айттым, сол бекерден бекер қоя салам ба мен қолды дедім. Неғып келмейді, соққан адамдар неғып келмейді дедім. Еш нәрсеге кімнен сұрап жүрген, полиция ма? Жоқ, неден? Асқар Нұрахметов, ГАИ қызметкер, жаңағы аварияны сызбаны сызғаншы. Ол қандай құжатқа қол қойды? Мен жаңа машинаны шығарып алып кетсек бола ма деп едім. Ол айтты, келіңізде еш нәрсеге қарсылығым жоқ деп, кінә тақпаймын деп, жаңа қол қойып кетсеңіз алып кетесіз деді. Ондайға мен келіспеймін дедім. Неге дедім, адам деген өлім аузында жатыр,
неғып келмейді дедім, көмегін бермейді дедім. Мен ешнәрсеге қол қоймаймын дедім. Біздің бәрі ущербтерімізді мына моральный мына кісіге көмектессін дедім. Еш нәрсеге қол қоймаймын дедім. Пока өздері келмей дедім. Содан адвокаттармен сөйлесіп көріңіздер деп адвокат туысқандар айтты, адвокат жалдау керек деп адвокат іздестіріп, соны көршіміз досым бар адвокат деді, сол адвокат жалдадық. О кісі барып танысты да документтермен. Сосын бұл материалды сатып жіберген деп айтты. Сосын біз жеңе аламыз ба деп едім, 50-50 дейді. Точно мен айта алмаймын деді, 50-50 материалды сатып жіберген. Қалай сатып солай, қалай түсінуге сатып жіберген деген? Мен білмеймін ғой, андай сатып жіберген, материалды сатып жіберген деді. Сосын ойладым, енді значит жемқорлық бар бұл жақта. Значит ақша берген олар, ақшамен сонымен жауып отыр. Істі қайта жауып тастайды. Мен бардым да сосын арыздандым. Көршім келді де айтты, сіздер нағып жүгірмейсіздер, өстіп отыра бересіздер ма, сіздердің істеріңізді жапқалы жатыр екен деп сөйтті. Сосын прокуратураға барыңыз деді. Прокуратураға бардым. Өстіп біздің ісімізді жапқалы жатыр екен, осындай жарақат алды деп неғып едім. Біреуіне бір-біріне жұмсайды. Қазір мен ананы шақырып келейін, жаңағы жол апатын қарастыратын инспекторды шақырып келейін деп сөйтіп біріне бір сілтегеннен кейін мен баса көктеп прокурордың есік алдына бірақ бардым. Сөйтіп едім, сол айтты, болмайды мұнда деп. Мен айттым, мен күтіп тұратын уақытым жоқ дедім. Үйде 5 жаста бала қалды, мүгедекпен бірге екеуі ғана қалды үйде. Қазір мен күтіп отырсам, обед болады, обед уақыты болады. Олар түскі үзіліске шығып кетеді. Мен күтіп отыра алмаймын дедім. Мен жолығуым керек. Айтатынды айтуым керек дедім. Сосын ол айтты, барыңыз баратын жағыңызға, Астанаға барыңыз керек болса деп сөйтіп айтты жаңа прокурор. Сосын баратын жерге барамын өзім деп сөйттім да. Сіздер тура көзіңізге сөйтіп айтты ма, баратын жерге барыңыз, ештеңе істей алмайсың деді ма сонда? Ақырын сөйтіп айтып кетіп бара жатыр да. Сосын баратын жерге барамын деп сөйттім. Сосын есігін тақылдаттым да, қабылдаңызшы мені деп сөйтіп едім. Кімнің есігін? Прокурор. Ауданның прокурорына. Қарама-қарсы бетте зам прокурор деп тұр да, несінде аудан прокурор деп тұр. Сол прокурордың өзіне екеуі бірге отыр екен как раз кабинетте. Зам екеуі. Сосын кіріңіз деді. Сосын кіріп мән-жайды айттым, осындай біздің ісімізді неге жапқалы жатыр, біз кінәлі емеспіз бұл жерде, біз главный трассада дедім. Сөйтіп едім, ол кісі айтты, сіз қайдан білесіз, сіз машина айдамайсыз, өзіңіз водитель емессіз ғой, қайдан білесіз деді. Мен айттым, біз қанша жыл болды сол жолмен жүріп жүрген, главный трасса екенін білемін мен дедім. Мен күйеуім 40 жыл водитель болған, мен қасында жүрген водитель, білемін мен нелерді, правиланы білемін. Біз ол жерде кінәлі емеспіз, потому что ол тупик көшеден шығып отыр. Қалай ол деп. Оның үстіне күйеуім мүгедек болып қалды. Оған ешқандай да көмек көрсетілген жоқ, ешкім келген жоқ алдымызға. Не бір милиция қызметкері келіп бір тергеу алған жоқ деп сөйтіп айттым. Сосын айтты, онда астына барып, неге арыз жазыңыз деді. Арыз жазып, арыз тастап кеттім. Сосын бір аптаның ішінде қарастырылады, сізге жауап келеді, звондаймыз деді. Жауап келгенде, или болмаса осы номерге звондап білесіз деді. Номерін берді. Сол бір жеттен кейін звондадым. Жоқ, өзім барып, жаңағы неге бардым? Стоянкаға бардым. Машинаның көре кетейін десем, жаңағы соққан баланың машинасы стоянкада жоқ болып шықты. Сөйтсек, сіздер кінәлісіздер, сіздерді кінәлі етіп тауыпты, ол жаңағы машина, ана бала сотта жеңіп шықты деді. Мен айттым, қандай сот болған жоқ. Кім айтты, сіздер кінәлі деп шығаршы? Бізге звондады стоянкада. Кім звондады? Бізге біреу звондады. Сіздер кінәлі деп кім айтты? Онлайн сот дейді ме, бірдеңке болып? Сот болды. Стоянкадағы охраналар айтты ғой деймін. Сіздерді кінәлі етіп тауыпты. Сіздің машина қалады, оның машинасын беріп жібердік. Оның машинасын беріп жіберді, иә. Сосын мен неге бардым, қайтадан прокуратураға бардым. Қандай сот болыпты ғой. Бізге нағып ескертпеген. Қалайша ол сонда алып кетеді машинасын. Біздің машина тұр, оның машинасы жоқ. Десем, ешқандай да сот болған жоқ. Оны кім айтады дейді. Енді ол баланың машинасы қайда дедім. Сөйтіп едім, сіз неге барыңыз? Арыз жазам дедім, мен өстіп деп едім. Сіз бұяққа арыз жазбай қойыңыз, РОВД-ға барыңыз, РОВД-да сізге бәрін түсіндіреді деді. Сосын РОВД-ге бардым, РОВД тергеушіге Әлішер Садықовқа барып едік. Ол еш нәрсе білмеймін деді. Мен білмеймін қалай шығарып алып кеткендерін деп. Сосын возврат жасаймыз машинаны деді. Сөйтіп арызданып,
машинасын қайтадан алып келді бізге. Несін адвокатқа звондадым мен, адвокат алдында жалдаған адвокатқа ол кісіге айтып едім, ол сразу қалайша жоқ деп жаңа тергеушімен сөйлесіп, тергеуші возврат жасатты машинаны стоянкаға қайтадан. Оқиға болғаннан неше уақыттан кейін? 4 айдан кейін бардым ғой. Содан машинаны қайта возврат жасады. Содан біздің ісіміз қозғалмай тұрып қалды. Жаңа адвокатымыздың қолы босамай, өзі бір проект ашып жатыр едім, қолым босамай жатыр деп, істі ары қарай жүргізе алмай қалды. Содан мен басқа адвокат іздеп, адвокаттың көмекшісі Әселді таптым. Сосын сізбен жолықтырды, Мұқан ағаймен таныстырып, сіздер қолға алып, тергеуіміз қайтадан енді жаңадан басталды. Арыздың үстіне арыз, бізге ешқандай да не бермеген. Сол мына аяғына тұрғаннан кейін бірақ бардық қой тергеуге. Потому что бізден тергеу ешқандай алынбады. Содан күйеуім өзі барды. Мынандай күні жолығайық деп адвокат алдында адвокатқа айттық. Сіз неғыс тергеу бізден неғып тергеу алмайды дегенде адвокат бізді жолықтыруға уақытын белгілеп берді. Бірақ оның алдында да звондадық, біз неғып келмейсіздер, неғып бізден жауап алмайсыздар, тергеу алмайсыздар дегенде біз баруға міндетті емеспіз үйлеріңізге. Сіздер өздеріңіз келіп берулеріңіз керек деді. Мен айттым, мүгедек қой, ол қайт барады деген, тұрғаннан кейін келіп берсеңіздер де болады деді. Ол неше уақыттан кейін болды жаңағы жауап? Жоқ, ол алдында. Сол неден кейін. Больницадан шығып келгеннен кейін звондап бастадық. 2 айдан кейін болды. Иә, тергеушіге звондап бастадық. Тергеуші телефонын көтермейді, барсаң орнында жоқ деп айтады. Гай қызметкері жаңа сызбаны сызған Асқар Нұрахметовке қанша рет звондадық, ол телефонын көтермейді. Сол көтерген кезде сөйтіп айтты, сіздерге баруға міндетті емес, біз өздеріңіз келіп берулеріңіз керек деп. Сосын 2 айдан кейін сол барға бардым, сіздер неғып келіп тергеу неғымайсыздар деп едім, сіздердің документтеріңізді рободыға жіберіп тастадым деді. Сол 2 ай жатқан сол гаиде, біздің неміз ісіміз 2 ай гаишниктерде жатқан. Одан 2 айдан кейін тергеуге түскеннен кейін ол жайында қалған, ол қарастырылмаған да, ол документ жан жақта шашырап қалған. Сіздермен жұмыс істеп бастағаннан кейін барып тергеу қозғалып кішкене жаңа соққан балаға кінәлі деп мұхитқа жәбірленуші деген справкаларын алдық. Содан ары қарай қозғала бастады. Одан біз мұнан еш нәрсе шықпағаннан кейін, рободыдан ешқандай пайда болмағаннан кейін Қапшығай Қонаевқа ДВД-ның бастығына жазып, мен Инстаграм парағы бойынша Алматы облыстық бастығы, бірақ қалада бастығының заңы. Иә, қалада Абдрахманов мырзаға шықтым. Өстіп біздің ісімізді қарастырмай жатыр, осынша уақыт болып кетті, осындай күйеуім мүгедек болды деп жағдайымды айтып едім. Сіздер мына кісімен хабарласыңыз деп маған Қонаевтағы ДВД-ның несін берді, бастығын. Кездесу уақытын қойып берді. Сол кездесуге жаңа водительдерді, жаңа жүргізушілер келсін деді. Мен күйеуім мүгедек болғаннан кейін мен бірге барам дедім. Ал соққан бала келмеді. Оның әкесі бауырымен келді. Мен күйеуім екеуміз бардық. Сіздер адвокат көмекшісімен бардыңыз. Жарайды, енді оның кейін енді істің қалай жүргені, қалай ары қарай жаңағы тергеу амалдарын жүргізгені, оның бәрі бізге белгілі. Сіз оның бәрін жүргіздік, сотқа дейін жеткізіп, сот үкімін шығарды.